Қазақ тілі. Сабақтың тақырыбы етістік. Оқу мақсаты: дара және күрделі зат есімді, сан есімді етістіктерді анықтау. Мұғалімнің көмегімен мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойды анықтау. Берілген зат есімдердің дара немесе күрделі екендігін анықтайық. Зат есім кім, кімдер, не, нелер сұрақтарына жауап береді. Зат есім бір түбірден тұрса, оның дара зат есім болғаны. Егер зат есімде екі түбір болса, онда оның күрделі зат есім болғандығы. Алғашқы сөзге қарайық. Ақтау. Ақтау қаланың аты. Бірінші түбірі ақ. Екінші түбірі тау. Ақ, тау. Бұл сөзде екі түбір бар. Олай болса, бұның күрделі зат есім болғаны. Келесі сөзді көрейік. Бөрік. Бөрік дегеніміз бас киім. Бөрік. Қанша түбір бар? Бір түбір бар. Олай болса, оның дара зат есім болғандығы. Бұл сөздерді көшіріп жазып, оларды дара немесе күрделі зат есім екендігін айқында. Дәптеріңе екі бағанға тізіп жаз. Дара зат есімдерді бір бағанға, күрделі зат есімдерді екінші бағанға жаз. Берілген сан есімдердің дара немесе күрделі екендігін анықтайық. Сан есім дегеніміз цифрды білдіреді, яғни санды білдіреді. Егерде сан бір сөзден тұрса, оның дара сан есім болғаны. Егерде сөз екі немесе үш сөзден тұратын болса, оның күрделі сан есім болғандығы. 4. Бір сөзден жасалған, олай болса, ол дара сан есім. 86. Екі сөзден жасалған, 86. Олай болса, оның күрделі сан есім болғандығы. Дәптеріңді екі бағанға бөл. Дара сан есімді бір бөлек, күрделі сан есімді екінші бағанға бөлек жаз. Берілген етістіктерден дара және күрделі етістіктерді анықтаймыз. Дара етістік бір сөзден жасалады. Күрделі етістік екі сөзден, кейде үш сөзден де жасалады. Айтты. Не істеді? Айтты. Бір сөзден жасалған, бір түбірден, яғни ол дара етістік. Егіп жатыр. Егіп жатыр. Екі сөзден жасалған. Демек, ол күрделі етістікке жатады. Егерде етістік бір сөзден жасалса, дара етістік болады. Екі немесе үш сөзден жасалса, күрделі етістік болады. Дәптеріңді екі бағанға бөл. Бірінші бағанға дара етістіктерді жаз. Екінші бағанға күрделі етістіктерді жаз. Оқулығыңның 73-ші бетіне қара. 6-шы жаттығу. Суретке мұқият қара. Жыл мезгілінің қайсысы деп ойлайсың? Мәтінге тақырып қойып көрейік. Көктем, көңілді көктем, шуақты көктем, мерекелі көктем. Төменде берілген 4 тақырыптың қайсысы біз атаған мазмұндағы мәтінге сәйкес келеді? Сол тақырыпты таңдап ал. Таңдаған тақырыбың бойынша мәтін құрастырып жазайық. Жазып болған соң, сөйлемдеріңнен етістіктерді тауып, астын сызасың. Етістіктің сөйлем соңында тұратын ұмытпа.
көңілді көктем табиғатты ұйқысынан оятты. Деп баста. Не істеді? Оятты. Етістіктің астын 2 рет сызамыз. Дәл осылайша тағы да көктем туралы 4-5 сөйлем жаз. Етістіктерді тауып, астын сыз. Етістіктің қимылды іс-әрекетті білдіретінін ұмытып кетпе. Тапсырма. 74-ші беттегі 7-ші жаттығуға назар аудар. Берілген заттардың бәріне ортақ етістікті тап. Балық, кеме, үйрек не істейді? Әрине, олар жүзеді. Ортақ етістік жүзеді, балық жүзеді, кеме жүзеді, үйрек жүзеді. Ал келесі сөздерге ортақ етістікті өзің тап. Бүркіт, ұшақ, инелік не істейді? Өзің ойланып тауып көр. 74-ші беттегі 8-ші тапсырманы орындайық. Үлгіге қара. Не істеді? Тасыды. Енді сұрақты өзгертейік. Не істейді? Тасиды. Тікті. Не істеді? Тікті. Не істейді? Тігеді. Не істеді? Сөйледі. Не істейді? Ары қарай өзің ойланып жазып көр.